Менің сүйікті оқырмандарым, бүгін қазақтың ұлттық тағамы жент жасаймыз. Қол диірменнен тартылған тарының талқанынан. Негізі жент жасау көп заттарды қажет етпейді. Мен көбінесе қойытылған сүтті пайдаланамын, яғни сгущен күні. Бірақ менде үйде болмағаннан кейін кәдімгі құмшекерді пайдаланып жатырмын. Жаңа қант дейді басқа жақта. Сосын дүкеннің сары майы, егер үйлеріңізде қолды май болса, вообще керемет болады. Және талқан, жарма. Ең бірінші майымызды құйып аламыз. Содан кейін үстіне құмшекерімізді салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Себебі кейбір кісілер бірінші талқанын салғаннан кейін көп болып кетеді да, сосын жаңағыдай араласып бірігу қиын болып қалады талқан жент жасаған кезде. Сол себептен бірінші мына сары майымыз бен құмшекерімізді жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін талқанымызды жәймендеп отырып саламыз. Бәрін бірден аударып жібермеңіздер. Жәймендеп отырып араластырамыз. Жентіміз де дайын болды. Өте керемет шықты, дәмін көрдім. Әркім қалауларыңыз бойынша форма жасасаңыздар болады. Мен қарапайым дөңгелектеп жасап жатырмын, қыздарымның жақсы көретінін. Міне дайын болды. Өте керемет шықты, дәмі. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.